Сәлем достар, бүгінгі видеода 5 топ бизнес идеяны көретін боласыздар. Видеоны толық көрместен бұрын каналға тіркеліп кетіңіз. Ең бірінші бизнес идея түрі ол киімдер топтамасы. Сіз басқа магазиндерден, бутиктерден ерекше болу үшін қыстың қамын жазда ойла демекші. Қыста жаздық киім, ал жазда қыстық киімдер топтамасын шығарасыз. Сіз ойлауыңыз мүмкін, мысалы ешкім келмейді, ол клиент болмайды деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ клиенттің сұранысы кез келген уақытта екенін ескеріңіз. Екінші бизнес түрі ол дастархан дайындау, әрлеу, сәндеу. Яғни орысша айтқанда сіз дастарханға от и до салфеткаға дейін жауап бересіз. Сіз мерекелік шараларға шығасыз, туған күндердің дастарханын дайындайсыз, құдалық, қыз ұзату өте көп қазіргі мерекелік шаралар. Соған байланысты сіз тапсырыс берушімен өз бағаңызды ұсынып, жаңағы тағамдардың рецептін, прайс-листімен келісе отырып, дастархан дайындайсыз. Үшінші бизнес түрі ол спорт-магазин, яғни денені қалыптастырудағы фитнеспен айналысатын қыздар, жігіттер, қыз-келіншектер болса, ол жаңағы спортивный магазиндерге барады. Яғни спортивный магазинде не болады? Сіз ойлауыңыз мүмкін, ерекше не болуы мүмкін деп. Спорт киімдері, ер адамдарға, әйел адамдарға, балаларға арналған киімдер, носки, шапка, барлығын ұсына аласыз. Сонымен қатар плюс аксессуарлар болады. Еще тағы жаңағы спортпен айналысатын жігіттер болады, мысалы, олар арнайы коктейльдердің түрлерін ішеді, сол дене шынықтыру мақсатында. Солардың санын көбейтсеңіз, күннен күнге спортқа қатысты заттарды, яғни ассортиментін қоса аласыз. Тағы да бұл жерде ескеріңіз, клиенттің сұранысы кез келген уақытта екенін ескеріңіз. Төртінші бизнес түрі бұл врач-консультант, онлайн врач-консультант. Бұл не істей алады? Сіз кез келген уақытта денсаулығыңызды тексерте аласыз. Яғни анализ тапсырта отырып, анализ нәтижесін сол врачыңызға электронды түрде де жіберсеңіз болады. Қазіргі заманда WhatsApp бар, Instagram бар, не бар. Сол арқылы жіберу арқылы өзіңіздің денсаулығыңызды тексертіп, плюс ақпараттарды біле аласыз. Сіз қай уақытта, қай жерде болсаңыз да, ауылда болсын, қалада болсын, кез келген уақытта хабарласа аласыз. Және сонымен қатар бұны ескеретін жайт, сіз сертификат немесе білікті маман екеніне алдын ала көз жеткізіп алыңыз. Бесінші бизнес идея түрі ол инфобизнес. Қазіргі уақытта трендте болып атқан жаңағы таргеттеу, Facebook арқылы таргеттеу, Instagram, YouTube'ты таргеттеу, сонымен қатар Wildberries деп атыр, Каспиймен қалай жұмыс істеу, сосын жаңағы Қытаймен бизнес түрі, Түркиямен бизнес түрі дамып жатыр. Сол туралы ақпараттар, курс өткіңіз келсе, жеке кураторлар болады, кураторсыз да болады. Соны алдын ала ескере отырып, бағаларын біле отырып, біле аласыз. Сіз қандай бизнес түрін ұсынасыз? Төменгі комментарийға жаза кетіңіз. Сонымен қатар келесі топ бизнес идеяны көретін боласыздар.